сіздермен бірге Маржан Нұрханқызы. Бүгін біз тойда тілек айтудың түрлерін көрсететін боламыз. Алдыңызда қауын, қолыңызда микрофон, жүрек дүрсілдеп тұр. Не дейміз енді, сөзге келейміз. Құрметті атыңмет, туған күніңмен деу, бұл өте өрескел қателіктер. Әрине, адам ел алдына шыққанда қобалжиды. Қобалжуды қалай басу қажеттігін мен мына жаққа шығарып қойдым, мүмкін көре жатарсыздар. Және адам өзін қалай ұстауды үйрену керек. Біріншіден, сіздің даусыңыз әдемі болу керек. Дауыс әдемі, құрметті қауым, немесе тойға жиналған қауым деп осындай дыбыспен, тонмен сөйлесеңіз, сізді бүкіл халық тыңдайтын болады. Екіншіден, көп сөйлеп, не ғой енді, не дейміз енді, сөзге келейміз деп тұрсаңыз, сіздің сөзіңізді мардымды ешкім тыңдамайды. Өйткені көп сөйлеп мылжың атанғанша, аз сөйлеп шешен атаныңыз. Екі-ақ сөйлеммен ойды жеткізуге болады. Үшіншіден, өз-өзіңізді ұстай біліңіз. Енді деп қобалжып жан-жағыңызға қарай берудің қажеті жоқ. Тамадыға рахмет айтып жүрмеңіз. Жай ғана төрде тұрған екі жасқа немесе тұсауын кесіп жатқан бүлдіршінге бақыт тілеңіз. Өзіңіздің жүрек жарды тілегіңізді алдын ала дайындап қысқадан нұсқайтыңыз. Себебі жұрт, басқа адамдар сізді дұрыс түсіне алатындай болсын. Тойдағы тілек айту бұл осылай шешімін таппақ.